Ассалаумағалейкум. Бұл Алматы облысы Жетісу Алатау, Жоңғар Алатау, Тянь-Шань Алатау деп атады. Оның бәрі былжыраған әңгіме. Бұл қазақтың жері, ешқашан Тянь-Шань емес. Ешқашан ол Тянь-Шань деген халықаралық атау емес. Ол Қытайдың айтқан сөзі, Қытайдың тілі. Тянь-Шань деген Тәңіртау деп атауға болады ше. Қазақша аударсаң. Біз Қытайда жүргенде де бұл таударды Тянь-Шань деп атамағанбыз, Тәңіртау дейміз. Ерен тау дейміз. Ал Алматыда жүріп, Қазақстанда жүріп, бұны Тянь-Шань тауы десек, біз ұлтқа опасыздық жасаған боламыз ше. Сондықтан ағайындар ешқашан өз тауымызды басқа тілмен атамайық. Тянь-Шань деген мақтан сөз емес ол. Балқаш пен Талдықорғанды біздің жерде оқытатын Қытай, тарихын солай оқытатын Қытай, Алатауды Тянь-Шань десек, біздің тау деп оқытуы мүмкін. Мен жалпы бұны айтайын деп тұрған жоқпын. Мен бұрынғы батыр қазақтарымыздың, батыр бабаларымыздың бір ерлігінен қысқаша мысал келтіре кетейін. Таудың үстіне қарасаңыздар, мына жерде бір мал бағатын қора салған ба? Қора бар бұл жерде. Кәдімгі жинаған. Мына тастарды қарасаңыздар, өте үлкен тастар. Мынаны қойып тастаған күш, адамның күші ма, ненің күші түсінбейсің. Жол тастар жинаған соң өсіп үлкейіп кеткен ба? Бәлкім олай емес. Бұрынғы қазақтарымыз өте дию пері болған. Дию болған. Яғни өте күшті болған. Мынадарды ырғарадарда, сиырларда, өгіздерде көтере алмайды шығар, аттарда көтере алмайды шығар. Бірақ біздің қазақтар осындай тастарды көтеріп тастаған ғой. Өте үлкен мына тастар. Мына жағы ұсақтау кетті. Бұл дәу шеңбер бір 4-500 тұяқ қой сияқты. Мына тастарды енді адам көтеріп десе сенбейсіздер. Мен де сене алмаймын бұған. Мына тастар деген неше 100 келе шығады, 200-300 келе шығатын тастарды көтеріп қойып тастаған ғой. Бұрынғы адамдардың күші қазіргі адамдардың күшінен неше есе көп болғанын дәлелдеп тұр ше. Жалпы қазақ батырларына, өткен қазақтарға біз ризамыз. Осындай көркем жерді, осындай Алатау болсын, жазықты жер болсын, таулы жер болсын, өте бір көркем табиғат, өте бір адам айтып жеткізе алмайтын байлықтарды тастап кеткен. Дүниежүзі бойынша 9-ші орында иеленетін территориямыз бар. Ол территория болашақта 100 миллиондаған, миллиардтаған қазақтарды бағуы мүмкін. Сондықтан біз ағайындар ешқашан тәуелсіздігімізді ешкімге бермейміз. Тек қана Алланың құлымыз. Алладан басқа бізді ешкім басынамайды. Біз тәуелсіздікті әрқашан қасық қанымыз қалғанша қорғауымыз керек. Тәуелсіздік үшін өліп беретін ұрпақ тәрбиелеуіміз керек.